Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай ең оңай жасалынатын рогаликтердің рецепттерін ұсынғым келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ең алдымен електен өткізілген ұнды ыдысқа саламыз. Және оның үстіне тұз саламыз, жарты қасық тұз және қант саламыз. Сосын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып біз холодильникте тұрған сары майды осындай үккіштен өткіземіз. Біздің сары май өте жұмсақ болмау керек және өте мұздалған болмау керек. Тек қана орташа температурада болған дұрыс. Енді біз сары майды аламыз да осылай ұнға аунатып үккіштен өткізіп шығамыз. Біздің тестамыз осылай болып шықты. Енді біз оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Мен 2 жұмыртқа қостым. Егер сізде қаймақ болса, онда 1 жұмыртқаның орнына қаймақты пайдалануға болады. Қолмен араластырамын. Егер сізде қалай ыңғайлы болса, солай жасауға болады. Біздің тестамыз міне осылай болып шықты. Өте жұмсақ әрі әдемі. Енді біз оны оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Енді осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Мен осындай құралды пайдаланамын. Егер де сізде ода жоқ болса, пышақтың көмегімен кесуге де болады. Қоспасына негізі әртүрлі қоспаларды пайдалануға болады. Мен бүгін вареный сгущенканы пайдаланамын. Оның орнына сүзбе немесе тосапты пайдалансаңыздар да болады. Осылай жиектеріне салып шығамыз да рогаликтерге тәріздес ораймыз. Енді біз 170-180 градуста 20-25 минут пісіреміз.
Менде барлығы 25 минутта пісіп шықты. Өте тәтті әрі дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін, себебі бұл өте жеңіл дайындалады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер және видеоны қарағандарыңызға көп рахмет.